Allah subhanahu wa ta'ala bizge berген ұлы нығметтердің бірі, ең ұлысы иман байлығы болса, Алланы тану болса, екінші нығмет бұл ата-ана. Ата-ана Allah subhanahu wa ta'аланың бізге берген нығметтерінің ең үлкені екен. Біз Аллаға шүкірлік етуіміз керек. Allah subhanahu wa ta'ala Құран-ы Кәрімде ата маған шүкірлік ет, ата-анаңа шүкірлік ет, расында қайтар жағың біз жақ дейді. Қарап тұрсақ не? Allah subhanahu wa ta'ala бізге Алла өзін танытқанына, ата-ана бергеніне Аллаға біз көптеп шүкірлік етуіміз керек. Мына өмірде қарасақ, өмір бәсекеден тұрады. Сайыстан тұрады. Қалай? Досың көлік алса, сен көлік алғың келеді. Әдемі зәулім үй сатып алса, сен де әдемі үй сатып алғың келеді. Әдемі киім алса, әдемі киім алғың келеді. Бұл айтқан бәсекеден тұрады. Туған бауырыңмен де кейде бәсекелеске түсесің. Әдемі киім алса, немесе әдемі көлік мінсе, әдемі үйде тұрса, қыдырса, сен де қыдырып, соның істеген кеп, тіпті одан жоғары көрінген келеді. Бұл адам баласының табиғатында бар нәрсе. Алайда адам баласы білу керек, ата-ана ондай емес екендігін. Ата-ана ешқашанда бала-шағасымен бәсекеге түспейтін жан, бұл ата-ана. Мен көрмеген қызықты осы бала-шағам көрсін. Мен жетпеген жетістікке бала-шағам жетсін. Барлық үміті сол перзенттерінде болады екен. Ешқашан өзім демейді екен. Тіпті перзент деп денсаулығында кейде құрбан қылып жібереді. Қыстың аязына қарамайды, жұмыс жасайды, еңбек етеді. Мақсат сол бала-шағаның нәпақасы. Бала-шағам аш қалмаса, бала-шағам киімсіз қалмаса, қатарынан артта қалып кетпесе, барлық уақытта өзін тасқа да тауға да ұратын бұл ата-ана екенді. Сол үшін Алла subhanahu wa ta'ala Құран-ы Кәрімде көптеген аяттарда, бірнеше аяттарда ең бірінші өзіне құлшылық етуді әмір етсе, бұйырса, өзіне серік қоспауды бұйыратын болса, ал екінші нәрсені осы ата-анаға қызмет жасау екенді. Ата-ананың қызметі перзент үшін өте жоғары. Сол үшін біздің есімізден шықпау үшін Алла subhanahu wa ta'ala ескеріп жатыр да. Ата-анаға қызмет жаса. Маған шүкірлік ет, маған құлшылық жаса, маған серік қоспа. Екінші мәселені ата-анаға қызмет жаса. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala өзіне ғана құлшылық етуге әмір етті. Және ата-анаға жақсылық етуге әмір етті. Бұл бұйрық. Бұл деген нәрсе әр перзенттің ата-анасына қызмет етуі, құрметті тыңдармандар, бұл вәжіп, бұл міндет нәрсе. Әрбір ер азаматқа, әйел, қыз баласына өз ата-анасын құрметтеу не болады екен, бұл вәжіп болады.